Ассалаумағалейкум. Қазақстанның қазба байлықтарын көріп жатырық. Бұл енді үшінші бөлім, үшінші видео. Мәлімет International Trade Administration, ақш-тың халықаралық сауда-саттық администрациясынан алынған. Мына бөлімге келдік. Kazakhstan also has significant natural gas potential. It is proven gas reserves stand at 3 trillion cubic meters and projected reserves at 5 trillion cubic meters. Ой, Қазақстан табиғи газ бойынша өте үлкен потенциалы бар дейді. Дәлелденген газ резерві қазір 3 триллион куб, және де алдағы іздеп табатын резерві шамамен 5 триллион куб метрге жетеді дейді. The country also expects a lot of oil associated gas that will bring 1,000 cubic meters of gas per year new ton of oil. 100 million tons of new oil will lead to 100 billion cubic meters of gas. Не болып кетті мұны? Бұл мемлекетте, Қазақстанда, сонымен қатар a lot of oil associated gas, мұнай мен байланысты газы дейді, сонда сұйық газы және де мұнай аралас газы деп тұр ғой, енді былай алып келеді деп есептеліп жатыр дейді. 1000 куб метр алып келеді екен for every new ton. Әр жаңа тоннаға 1000 куб газға, мұнайға байланысты газы шығады екен, иә, май тәрізді. Және де 100 миллион осы жаңа қазылып алған мұнайға, мұнай ол 100 миллиард куб метр газға алып келеді дейді. Мынау енді сәл түсініксіз болды енді маған. Келесі natural, бірақ сөйлемді толық аудаттым. Сөйлем толық түсінікті да ағылшынға, бірақ берген мәлімет газ, мұнай өндірушілер енді түсінетін шығар бұны. Natural gas production is utilized for well re-ejection, exports and to meet domestic consumption, liquefaction and the development of internal gas pipeline infrastructure. The country's gas output, which is mostly associated gas, is forecast to continue an upward trend, reaching 29.6 billion cubic meters in 2027. Так, табиғи газдың өнімі өсіп жатыр дейді, экспортта да және де ішкі сұраныста да. Мемлекеттің газды өндіруі 2027 жылы 29,6 миллиард куб метрге жетіп қалады деп бағаланады екен. Recovering oil prices have helped to stimulate Kazakhstan's oil and gas sector, which is the main driver of the economy. Так, Қазақстанның ең басты экономикасын жүргізуші ол мұнай және газ секторы дейді. Мұнайдың дұрысталған бағасы Қазақстанға көмектесті дейді жалпы. Large hydrocarbon resources and the current investment in large production and transportation infrastructure projects in Kazakhstan provide significant commercial opportunities to US companies. Үлкен углеводород ресурсы қазіргі инвесторлық бойынша көптеген жоғары, көп продукцияда және транспортировкада және транспортировкадегі жоспар бойынша Қазақстан ақш-тың компаниясына көптеген мүмкіндіктер береді екен. While regulatory challenges exist, US companies interested in Kazakhstan can look to the country's national oil company, Kazmunaygas, and major international consortia for opportunities in the upstream, mainstream, and downstream sectors. Енді бұл экономикалық күрделі нәрселер түсінуге, бірақ былай переводы.
Қазірге регуляторлық қиындықтар бар болғанымен ақш-тың компаниялары Қазақстанның ұлттық мұнай компаниясы Қазмұнай газға қарап, үлкен халықаралық консорциум мүмкіндіктеріне қарап, жоғарғы, орта және төменгі бағыттағы секторларға жұмыс істесе болады дейді. The government of Kazakhstan and foreign investors continue to focus heavily on the hydrocarbon sector, which since 1991 has received approximately 60% of foreign direct investment in Kazakhstan and constitutes approximately 53% of its export revenue. Қазақстан үкіметі және шетелдік инвесторлар көбіне углеводород секторына көңіл бөледі екен. 1991 жылдан бері 60% шетелдік тікелей инвесторлық алған Қазақстан, және де ол сыртқы экспорттық пайданың 53%-ын құрайды дейді. Opportunities exist for US companies in virtually every subsector associated with oil extraction, processing and transportation дейді. ақш-тың компанияларына былай айтқанда барлық салада мүмкіндіктер бар дейді, пайда бар. Ол әр секторда және де субсекторда мұнайға байланысты. Ол қазба бойынша және де оны өңдеу бойынша және оны транспортировка бойынша осы салаларда ақш компаниялары пайда көре алады дейді. The government of Kazakhstan has also received efforts to develop a nuclear energy program as it looks to diversify its energy mix in the country. Қазақстан және ішіндегі өзінің энергияның әртүрлілігін дамыту үшін атом энергия бағдарламасына көңіл бөліп жатыр екен деп айтылыпты. Енді қарап тұрсаңыз, не деген миллиардтаған қазба байлықтар. Бұл жерде бір барреліміз ол 160 литрға тең, груб айтқанда 159 литрге тең. Қарап тұрсаңыз, Қазақстанның байлығы осындай. Енді келесі Business Insider мәліметі бойынша the 17 countries sitting on the most valuable energy reserves. Әлемдегі 17 мемлекет ең құнды энергия резервуарында отырған, энергия орталығында отырғандар. Олар Алжирия, Ливия, қарап тұрсаңыз, өңшең кедей мемлекеттер де бар. Индия, диктаторлық мемлекеттер бар. Казахстан, Нигерия, Австралия, Түркменстан, Кувейт жақсы дамыған, Қытай жақсы дамыған, Біріккен Араб Әмірлігі жақсы дамыған, Катар жақсы дамыған, Ирак та Қазақстаннан күшті. Мынау Канада, ақш, Сауд Арабия, Венесуэла диктаторлық мемлекеттің бірі, Иран дейді. Ресейде біраз адамдардың тану бойынша диктаторлық, шетелдік басылымдарды оқыған кездегі, Түркменстан деген сияқты. Енді Қазақстан 15-ші орында екен. Бұл жерде қараңыз, 30 billion barrels of proven oil reserves. Қазақстанда дәлелденген мұнай резерві 30 миллиард баррель. 30 миллиард баррелің бір баррель 159 литр. Дүние жүзінде 12-ші орында. 45.7 trillion cubic feet of proven natural gas reserves. Табиғи газ резерві бойынша дәлелденген 47,7 триллион кубик фит. Енді куб метр деп айтайын мен. Кубик фит деген куб метрден көп болуы мүмкін. Дүние жүзінде 22-ші орын деп белгілепті. 33.6 billion tons of proven oil reserves, coal reserves. Дәлелденген көмір резервуары бойынша 33,6 миллиард тонна бар екен. Дүние жүзінде 8-ші орын екен.
көмірден Қазақстан billion деген миллиард, триллион. Так, 6.8 trillion value at current prices. Қазіргі бағасымен санайтын болсақ, ол шамамен 6,8 триллион долларды құрайды екен. Қазақстан produces approximately 1.64 million barrels of oil per day. Баррель дегеніміз білесіздер, 159 литр. Шамамен Қазақстан күніне 1,64 миллион баррель мұнай өндіреді. Production has continued to grow in recent years thanks to the development of its massive these regions fields. Since Kazakhstan's independence in 1991, there has been an influx of foreign investment which has helped develop the fields. Kazakhstan is currently in the process of upgrading its pipelines to accommodate more export routes from the Kashagan oil field, especially to China. Так, Қазақстан соңғы жылдары өте қатты дамып өндірісін күшейтіп келатыр дейді. Ол үлкен аймақтары Теңгиз, Қашаған, Қарашығанақ аймақтарын дамыту бойынша дейді. Өзінің 1991 жылы тәуелсіздігінен бері шетелдік шетелдік ақшаның құйылуының арқасында Қазақстанның осы салаларды дамыды дейді. Ал қазір өзінің жаңағы трубопроводтарын күшейту жоспарлап отыр, күшейтіп жатыр дейді. Қашаған аймағында, мұнай аймағында Қытайға қарап көптеген жаңағы трубаларын жүргізіп жатыр осы процесте дейді Қазақстан. Дейді, мұның бәрін шетелге бере бермей полный өзімізде мұнайды өңдесе дұрыс болар еді ма деп ойлаймын. Және де бұл жердегі шетелдік инвесторлар көптеген пайыздық келісімшартқа отырған болуы мүмкін. Және де көптеген шетелдік мемлекеттер сонда қарап тұрсаңыздар, күніне қанша кетеді? Күніне 1,5 миллион баррель мұнай кетіп жатыр. Өндіріліп жатыр. Ол шетел көбісі өндіретін деп ойлаймын. Енді бұл жерде толық мәлімет жоқ, ол қандай бағада кетеді, оның қанша пайдасы Қазақстанға келеді. Қарап тұрсаңыз, Қазақстанда қандай бай мемлекет, сол бай мемлекетіміз біздің пайдасы өте аз сияқты өзімізге халыққа тиетін. Себебі Қазақстанның былай басқа мемлекеттермен салыстырсақ, даму деңгейі төменірек. Қазақстанның даму бүйтіп қарасақ, ТМД елдерде жаңағы Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, барлық Қазақстан, осы стан елдерін алатын болсақ, Қазақстан ең жақсы мықты дамыған елдердің бірі. Бірақтан да қарап тұрсаң, барлығы осы Құдайға шүкір қазба байлықтың арқасында. Қазба байлық болмағанда Қазақстан ең соңында қалар ма еді деген қауіп қатер, осындай ішіңді жандыратын қиын сұрақтар туындайды. Себебі Қазақстан бұлсыз-ақ дамыған мемлекеттерге ену керек еді. Ал және бұл бар ма? Яғни біз осы Азия елдеріндегі Сингапур, Малайзия, Япония, Корея елдерінен мықты немесе соған пара-пар, және де Европадағы Англия, Ирландия, Франция сияқты, Нидерланды сияқты мемлекеттермен пара-пар мемлекет болу керек едік деген сияқты сенімдер туындайды осындай қазба байлықтарды көріп. Енді видео қазір үзіліп кетеді, сонымен жақсы деп айтып қояйын сіздерге, көрермендер. Енді мына жерде мұнайдың бағасы oilprice.com дегеннен көріп жіберейік. Мен енді толық бұны мәліметті білмеймін, түсінетін адамдардан сұрайын. Crude деген мұнайдың несі өңделмеген түрі, $88 екен, ең арзаны енді Қазақстандікі $88 деп ойлайық. Brent деген араб елдердікі шығар, енді natural gas, табиғи газдікі $6. $88 дегеніміз 42 мыңға шамалас. Сонда бір баррель дегеніміз 160 литрдің 42 мың ба сонда мұнайдікі, ал табиғи газдікі $6 дейді. 2,5 мың теңге. Бір несі, 1000 литр сондай болып тұр ғой. Біз коммунальный услугада мысалға 1